Құрметті тыңдарман, сіз қамшы ілу дәстүрі туралы білесіз бе? Білмесеңіз, видеоны соңына дейін тыңдап шығыңыз. Ата-бабамыздан қалған салт дәстүр мен ырым-тыйымдардың қай-қайсысын алып қарасақ та, айтар ой салмақты, мағынасы терең, даналық пен көрегендіктің асқан үлгісін байқауға болады. Ерте кезде қазақ халқы көшпенді тұрмыста өмір сүрсе де, әдет-ғұрып пен салт дәстүрді отбасылық тәрбиемен ұштастыра отырып, жүйелі түрде әрбір дәстүрімізге ерекше мән беріп, ықыласпен орындайтын болған. Ал бүгінде ата-бабамыздан қалған кейбір дәстүрлер мен жоралғылар заман ағымына ілесе алмай, тіпті халық арасында қолданыстан шығып жатқандары қаншама. Сонда елеусіз қалған дәстүрдің бірі қамшы ілу. Қамшы қазақтың тұрмыс тіршілігі мен мәдениетінде өзіндік алар орны бар қасиетті құралдардың бірі. Қарапайым тұрмыста қамшыға байланысты жиі қолданылатын сөз тіркестері де соның дәлелі іспеттес. Мәселен, қамшы тастау, яғни сөз сұрау, қамшы болды, жақсы мағынасында әсер етті, себеп болды деген сөздер жиі кездеседі. Қамшының ең алғаш қандай бөліктерінің қалай аталғанын жазған Шоқан Уәлиханов. Қамшының сабының өлшемі шынтақ пен жұдырықтай не жетін тұтам, өрімінің ұзындығы 5 алақанның көлеміндей. Тұтаммен есептегенде, өрімі сабынан 2 есе тұтам ұзын болу керек. Қамшының сабына қайыс таспадан бау тағылады. Оны бүлдірге деп атайды. Қолымда бір қамшым бар бүлдіргелі, мен айтайын сөзімді күлдіргелі деген өлең жолдары да бар. Бүлінгеннен бүлдірге алма деген мәтелдің байыбына баратын болсақ, бүлініп, қирап жатқан жерден ешқандай зат алма, тіпті бүлдірге сияқты ұсақ зат болса да, алушы болма, кесірі тиеді деген ұғымды білдіреді. Алайда қамшы бөліктерінің аталуын тәтпіштей зерттеген Шоқпарұлы қамшы мынадай құрамнан тұрады дейді. Өрім, сап, алақан, бас, дөм, кежеге, тұтамдық айдар, мойнақ, бунақ, бүркеншік шежемей, шырмауық, шашақ, бауыр, тығырық, шығыршық, тобыршық, түйін, тегіс, тағы басқалар. Қамшы туралы жора-жосындар жүйесінің қазақтың дәстүрлі этикетінде, әдет-ғұрпында, халық медицинасында өзіндік орны бар. Мәлімет берушілердің айтуынша, адам қамшысын босағаға қалдырмаса, жай келмегені. Қолына қатты ұстаса, онда дауласып, жанжалдасуға келгені. Егер қамшыны төрге алып шығып, ортаға тастаса, көпке созылған жанжалдан шаршап, бітімге келейік, қашанғы соғысамыз дегенді білдіргені екен. Орынбор қазақтарында сайлаған билер сотының алдында кінәлінің өз қамшысын тастау әдеті бар. Бұл сөзін билер алдында билер сотының қолына беру өз-өзін тапсыру, олардың шешімімен толық келісу, мойынсыну дегенді білдіреді. Қазақта қамшы сабы сынса әйел өледі, пышақ сабы сынса күйеу өледі деген әрі ырым, әрі сөз тіркесі бар. Ертеректе осы белгілерді қолдана отырып, ерінің немесе әйелінің қайтыс болғанын осылай естірткен екен. Ер адам сапарға аттанып, атқа мініп, жүрейін деп тұрғанда, әйелі жолы болсын деп ырымдап, еріне қамшысын ұстатқан кезде, арқасын ауыртпай сипап, қамшы салу әдеті де болған екен. Әйелі ешқашан бұл мезетте қайда барасың деп сұрамаған. Егер сұрағысы келсе, күні бұрын немесе атқа мінбей тұрып сұрауы қажет. 1950 жылы жаңа үйленген кезіміз деп еске алады Күлән атты апай. Күйеуім атқа мініп, енді жүре бергенде қайда барасың деп сұрамасын бар ма? Қамшымен осып жіберді. Баж еді түстім. Жаз кезі, үстімде шыт көйлек. Қамшы аямай тиді. Менің даусыма үлкен әжем үйден ұшып шықты. Не болып қалды? Дегенде мәнін айтып едім. Ой, қарағым-ай, білмегеніңді қарашы. Еркек ат үстінде жолға аттанайын деп тұрғанда олай деп сұрауға болмайды. Әйтпесе жолы болмайды.
бұрынырақ сұрауың керек еді, деп жұбатып жатты. Қамшы ғасырлар бойы қазақтың қаруының бірі болды. Жылқы алып, жылқы айдаған барымтада кісі өлімінің болмауының бір кепілі де қамшы. Ол туралы архив деректерінде де кездеседі. Барымтада қазақтар қасқыр соғатын жуан, дырау қамшыларды ғана қолданады, басқа суық қару қолданбауға тырысады дейді. Қазақтың астында аты, қолында қамшысы тұрғанда бұл қазаққа еш нәрсе істей алмайсың. Үріккен аң сияқты жөңкіліп жүріп басып кетеді, депті 1940 жылы Моңғолияда Баян-Өлгей ұлттық аймағын құруға мұрындық болған маршал Чойбалсаның сөзі бұл. Алтын адам қабірінен табылған есік қамшысын сәндік құрыптық қамшы десек, скифтер мен сақтардың қамшының өз заманында шаруашылыққа да, соғысқа да пайдаланғаны жөнінде деректер баршылық. Геродоттың жазуы бойынша Қара теңіз жағалауындағы скифтер 28 жыл бойы батыс Ахияға жорыққа кетіп, жеңісті соғыстардан кейін елдеріне қайтып оралғанда, әйелдерінің өздерінің құлдарымен жанасып, одан туған балаларының өсіп жетіліп, елдерін билеп алғандарының куәсі болады. Жас құлдар мен скифтер арасында ұрыс басталады. Скифтер қанша соғысса да құлдарды жеңе алмайды. Сонда скифтердің біреуі тұрып: «Ау, скиф сарбаздары, сендерге не болған? Біз өзіміздің кешегі құлдарымызбен соғысып жатырмыз. Құлдар бізді өлтірсе, біз тағы да әлсірейміз. Сондықтан менің ойымша садақ пен найзаны тастайық. Әркім өзінің қамшысымен құлдарға қарсы шықсын. Егерде біз қару орнына қамшы ұстасақ, олар өздерінің біздің құлдарымыз екенін еске түсіріп, бізбен соғысуды қояды», депті. Скифтер дәл солай істейді. Қорыққан құлдар ұрысты ұмытып қашып кетеді. Осы орайда Жәке би Қойтанұлының мынандай сөзі еске түседі: «Қойшыға құрық ұстатып нең бар? Таяқ та жетеді. Құлға қару жұмсап нең бар? Қамшы да жетеді». 1954 жылы октябрь айында бізді армияға алып Өскеменнен пойызға отырып Локет станциясына келдік. Локетта Ресей жақтан бірнеше эшелон әскерге шақырылғандар келіп, 4-5 эшелон Владивостокқа жүретін болдық. Локетта Ресей жақтан келгендер мен Қазақстаннан келе жатқан жігіттер арасында төбелес болып, Ресейден келген бойлары ұзын алпамсадай жігіттердің жұдырықтарына шыдай алмай біз таяқ жедік. Осы заманда эшелон бірнеше апта жүреді. Бір станцияда бір пойыздан түсіп, магазиндерді аралап жүрсек, қайыс құлақ бауларды көріп, бағасы арзан екен, бірнешеуін сатып алдық. Келіп басқа жігіттерге айттық, олар да алды. Ұзақ күн нарда жатамыз, жалығамыз, қамшы өретін болдық. Ол кезде қамшы өру ұмытылмаған екінің бірі өреді. Содан тағы төбелес шықты. Кім бастаған білмеймін, ал әлгі жерде қазақ жігіттері қамшыларымен осқылағаны әлі күнге дейін көз алдында. Кунт деп қорыққандарынан нардың астына да кірді. Тіпті вагонның үстіне шығып кеткендерді болды. Қамшыдан зәрелері ұшып қорыққан соншалық, Владивостокқа жеткенше қазақ жігіттерінің бетіне қарауға батылдар жетпеді. Халық арасында атақты қамшыгерлер туралы әңгімелер көп ақ. Ел әлі күнге дейін олар жайында тамсана әңгімелейді. Солардың бір-екеуін айтып кетейін. 1920 жылдың ортасында Ташкент аумағында Омар деген қазақ басмаш банды болып, үкіметтің малын тонап белсенділерді соққыға жығып, тауға тығылып жүреді. Жаз шыға күндердің күнінде Омар тамақ ішкісі келіп Ташкенттің бір шайханасына түсіп, атын байлап, үстінде қалың күпі, басында тымағын алып, қашып тығылып жүрген адамда не күй болсын, қамшысының сабын арқасына ілгерінді кейінді тығып тыр-тыр қасынып отырады. Бұны елеп ешкім тамақ бере қоймайды. Омар дауыстап: «Тамақ әкеліңдер!» дегенде даяш мазақ етіп елдің алдындағы қалған құтқан тамақтарын жинастырып Омардың алдына қоя салады.
Даяшыда көрген елде қарқ-қарқ күледі. Сонда мұндай мазаққа шыдамаған Омар қаншама даяшыны қақ маңдайынан салып жібергенде даяшы тіл тартпай өліп кетеді. Ел үрейленіп, бір-бірлеп есіктен сытылар қашып жатады. Омар тамақ алдырып асықпай ішіп атына мініп кетіп қалады. Осы оқиғаны көзімен көрген адам қазақтың қолындағы қамшысы қылыштан да өткір деп отырушы еді. Қазанбай қамшыгер 80-нен асқан шағында 1950 жылдары бір аяғы ақсақ кемтар болып қалған кезі дүкенге ұнға келіпті. Сонда моңғол сатушысы сені қамшыгер дейді ғой, ана бір қанар 100 килограммдық ұнды қамшымен тартып, екіге бөлсең, мен тегін берейін. Қазанбай қартайғанына қарамай қамшымен тартқанда екіге бөліп түсіпті. Моңғол сатушы бір қанар ұнды қайта қаптап қанжығасына бөктеріп берді. Қазанбай қамшыны үлкен бас бармақпен басып тұрып тартады екен. Құнан өгіздің терісін қамшымен тігілген кездері де болған. Қамшы қазақтың ғасырлар бойы ұстаған ұлттық нысандарының бірі болды. Қазақ аттан түсіп жаяу қалғасын қолына қамшы ұстауды да қойды. Қолына қамшы ұстаған қазақ сұсты, айбарлы, сәнді көрінуші еді. Ат пен қамшыдан айырылған жай қазаққа айналды. Сондықтан қазіргі таңда қамшы өруді, қамшыгерлікті жас ұрпаққа үйретіп, насихаттап отырсақ, елді ерлік дәстүрімізді жалғастырған болар едік.